Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай жүріп жатқан эстафетаны әлемді әсем әуенмен тербеп, қазақ өнерінің жарық жұлдызына айналған жерлесіміз Димаш Құдайбергенден қабыл алдым. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз тыңдамас сол баяу, өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Өз кезегімде осы өлең оқыс эстафетасын сыйлас досымыз, құрдасымыз Қазақстан Республикасының Швеция корольдігінде төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Құдайбергенұлы Абдрахмановқа, көк туымызды көкте желбіретіп, қазақ елінің намысын қорғап жүрген батырымыз Қанат Исламға, және осы шалқар көлдің жағасында тұрып, осы жердің тумасы қазақ халықтың жүрегінен орын тапқан қарындасымыз Жанар Айжановаға жолдаймын.